Құрметті ата-аналар, қымбатты менің оқушыларым. Сіздерді бүгінгі жарқын да қуанышты білім мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. 1 қыркүйек барша халықтың, әсіресе балалардың көптен күткен мерекесі. Сіздерге бүгінгі ерекше жаймашуақ күні жақсы көңіл-күй, жаңа жетістіктер мен ашылуларға ұдайы ізденіс, шығармашылық табыс, мықты денсаулық және жаңа бастамаларда тек қана сәттілік тілеймін. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы тәуелсіздік жетістіктері. Тәуелсіздік бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде тербегелі міне 30 жыл толып отыр. Қазақстан етек жеңін жиып, шекарасын бекітіп, өз алдында дербес зайырлы ел болды. Бұл атадан келе жатқан ұлы жеңістің жемісі. Алғашқы қоңырау, жаз қызығы телегей, мүмкін емес тауысу сәті туды мінекей. Мектебімен қауышу, ол да бізді күтеді, айқара ашып есігін. Дүрсіл дейді жүрегі бар баланың осы күн. Жанарында мейірім, ұстаздардың бәрінің танысады пейілін, күлкі көміп миығын. Қайырлы күн құт қадам, құтты болсын баршаңа, сәтті болсын аттанған оқу жылы бұл жаңа. Қоңыраудың үнінде бір құдірет бар анық, тұрмыз күтіп бүгінде сол дауысты қуанып. Сағынышпен табыстық, мектепке кеп міне біз, болсын елде тыныштық, бейбіт күнді сүйеміз.